Mama dağdan geldi. Жақсы. Қолдарын жуыңдар. Жоқ, қолдарында микроб бар. Bizim kolumuz taptaza o. Ama çağat mikrop. Patlıcan önünde mikrofon mu? Çok kolun yok. Cekete mikrofon tatlıcı. Kaftın içinde yok. Sunasında yok. Teşekkürler aslında yok. Gideceğim mikrop çok güzel. Ben taktım dağdan işte. Tamam ama zaten kendi odamda şuradan geliyor. Ben resim tasıp gittim. Ufamın kolları çağlar kışkenteye koy. Tak. Yok. Dedi şu. Sonra ben nişistik. Sonra ben nişkayda mikrofon. Oldu zaman namaz kılar. Gittik yerden. Балалар, сендер қолдарыңды жуған жоқсыңдар ғой? Mama biz gördük mikrop yok. Қай жерде жоқ? Biz de lumpaмен қарап шықтық. Балалар, сендер дұрыс түсінбегенсіңдер ғой. Біздің жер шарымызда микробтар кез келген жерде кездеседі. Олардың көптігі сонша, олардың санмен есептеу мүмкін емес. Тіпті лумпамен көре алмаймыз. Сондықтан ғалымдар оларды көретін микроскоп деген құралды ойлап тапқан. Кәне, микроскоптың астында өз қолдарыңды көріңдерші. Мен сағанау микроф па? Қандай заман микроф? Сондықтан далада ойнағаннан кейін, дәретханаға барғаннан кейін, тамақ ішердің алдында міндетті түрде қолымызды жуымыз керек. Көкөністер мен жемістерді де алдын ала жуып, бірақ жеу керек. Ал енді қолдарыңды көріңдерші. Енді қолымыз тап-таза. Біз баяғыдан түсіндік. Қолымызды жумай тамақ ішпейміз. Жемістерді жуып жейміз. Təhdə